Assalamu alaikum туғандар. Құда қаласа біздікі мына 3-ші рет бұл сапар біз қазір данный момент проектқа болып отқандарына байланысты біз суммасын немен олайсы қойса бірінші месталарын айтамыз, разницаларын айтып қойсын. Бірінші местада қазір комфорт плюс бизнестікінде бірінші местада Бакиров Қиялбек дейді. Екінші местада Мирзаев Хусанбай, үшінші местада Султанов Кенжебек дейді. Но бірақ бізде бірел адам болады, просто разницада формалына 3-3 қылып шығарып отырмыз. Бірінші менен екінші местаның айырмасы өтелі көп екен, 40 мыңдай разница бар екен. Үшінші менен екіншінікі где-то бір 10 мыңдай разница бар екен да. Екінші местада, эконом класстықы Мұхамбаев Ержан дейді бірінші местада. Екінші местада Қаттобеков Самит дейді, тек оның разницасы 16 мың екен. Үшінші местада Жебечиев Талайбек дейді, бұның қуашылы арқады екен, но бірақ кішіне осы жақшырақты алды да келіп отырды, басқаларға салыстырмалы. Шанан дағы біздікі құда қаласа мына азыр тексеріле жүріп отырды, көптеген таксопарктар жабылып отыр туғандар. Баяғы низкопроцентный 1% қойғандар полный уже налоговый прокол азыр көпшілігі мындай жабылып отырды. Ошондуктан мындай стабильный иштеген таксопарктарға өткөнүгө мен кеңеш берем. Андан тышкары дагы азыр мына құда қаласа біздікі 15-не бүтөт рейдтатыбыз, андан кийин араңа 17-18-лерине буюрса баягы айтканда койду жейбиз, ошол жерден тапшырабыз, кандай. Биз постоянно силердин кызматыңыздардабыз, кошулсаңыздар болот, таксопарк салпа катылдайм сиздер менен. Андыктан силерге да ийгилик, бизге дагы ийгилик демекчи. Буюрса мынакей 2024-жылды жакшы жыйынтык болобуз деген ойдомун. Баарыңыздарга ийгилик тугандар. Келиңиздер, кошулуңуздар, катышыңыздар, иштешебиз, иштешели дегендей. Ассаламу алейкум.